Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, ізгі оқырман? Бүгін біз сіздермен Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл» кітабының күрделі сауалдарға жауаптар атты бірінші томындағы мынандай бір сұраққа келіп тоқтаған болатынбыз. Бір кісі: егер сендер Ханафи мазхабын нақты ұстансаңдар, онда жылқы еті бұл мазхаб бойынша харам, деді. Осы сөзі рас па? Яғни Ханафи мазхабында жылқы еті харам ба? Жауабы мынандай болады екен. Жылқы етіне байланысты Ханафи мазхабында екі түрлі үкім бар. Абу Ханифа пікірінше жылқы еті мәкрух болса, оның екі үлкен мүжтәһид шәкірті Мұхаммед пен Абу Юсуф бойынша адал. Абу Ханифа жылқы етінің мәкруhtігіне байланысты Нахл сүресінің жылқыны, қашырды және есекті мінулерің үшін және сән мақсатында жаратты деген 8-ші аятын дәлел ретінде келтіреді. Яғни, малдың етін жеу үлкен нығмет бола тұра, бұл аятта жылқының мінуге арналғандығы мен сәндігі ғана айтылып отыр. Егер жылқы еті анық адал болғанда, ең әуелі оның осы жағы айтылатын еді дейді. Бірақ аятта жылқы етінің нақты желінбейтіндігі кесіп айтылмағандықтан, Абу Ханифа оған харам деген емес, мәкрух деген үкіммен шектелген. Сондай-ақ Абу Ханифаның мәкрух деп үкім беруінің тағы бір негізгі себебі жылқы малының соғысқа қажеттілігінде жатыр. Себебі басқаша үкімге бару, соғысқа ең қажетті көліктің азаюына, аятта айтылған оның мініскілік мақсатының жоғалуына әкеп соғады. Абу Ханифаның мәкрух дегені мәкрух тинзихан, адалға жақын мәкрух па, жоқ әлде мәкрух тахриман, яғни харамға жақын мәкрух па, ғұламалар арасында екі ұшты пікір бар. Алайда Абу Ханифаның жылқы етіне адал деп пәтуа бергенін ескерер болсақ, жоғарыдағы жылқы етіне байланысты берген пәтуасының мәкрух танзихан, адалға жақын мәкрух екенін аңғаруға болады. Абу Ханифаның жылқы етіне мәкрух, ал сүтіне адал деп басқаша үкім беруінің астарында жылқы сүтін ішу салдарынан соғыс көлігінің азаймайтындығы, мініс мақсатының жоғалмайтындығын жатыр. Егер жылқы еті харамға жақын мәкрух болғанда, Абу Ханифа оның сүтіне адал деп үкім бермес еді. Ал Абу Ханифаның екі үлкен мүжтәһид шәкірті Мұхаммед пен Абу Юсуфтың пікірінше жылқы еті адал. Дәлел ретінде Әл-Бухариде және Муслимде риуаят етілген мынадай хадистерді келтірсек болады. Бірінші, Жабир ибн Абдилланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Хайбар күні есек етін жеуге тыйым салып, жылқы етін жеуге рұқсат берді деген хадисі. Екіншісі, Абу Бәкір қызы Әсманың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында жылқыны сойып, етін жедік деп риуаят еткен хадисі. Қорытындылай келе, бәрімізге белгілі, Ханафи мазхабы бұл тек Абу Ханифаның берген пәтуаларының жиынтығы ғана емес. Ханафи мазхабының үкім шығару негіздеріне усулух фих сүйене отырып шығарылған мүжтәһид ғалымдардың да пәтуалары да осы мазхабқа жатады. Ханафи мазхабында Абу Ханифаның екі үлкен шәкірті Мұхаммед пен Абу Юсуфтың де берген пәтуалары көп жағдайда негізге алынады. Міне, сондықтан жылқы етін жейтін Ханафи мазхабын ұсынатын ғалымдар бұл мәселеге байланысты Мұхаммед пен Абу Юсуфтың берген пәтуаларын негізге алады. Сондай-ақ кейбір пәтуалар заманы мен ортасына, жағдаяттарға қарай өзгеріп отырады. Абу Ханифаның жылқы етін жеудің мәкрух санауының негізгі себебі жылқы малының сол заманда соғыстың негізгі құралы болуында. Ал қазір соғыс құралы ұшақ, танк секілді заманауи күшті техникаларға ойысқандықтан, Абу Ханифаның жылқы етіне байланысты берген мәкрух деген үкімі де өздігінен өзгеретінді мәлім. Яғни, Абу Ханифа қазіргі дәуірде өмір сүргенде жылқы етіне байланысты басқаша үкім беру де мүмкін еді. Ең дұрысын Алла біледі. Мінекей құрметті достар, ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Жылқы етін біз қазақ халқы өзімізді жылқы тектес, жылқы мінездес деп, жылқы көрсе делебеміз қозып, өте бір жақсы баптап күтіп ұстайтын жануарлардың бірі болғандықтан, Абу Ханифа мазхабы бойынша осындай үкімдер
бар екен, біле жүріңіздер. Ал білмеген достарыңыз болса, осы видеоны тарата жүріңіздер. Одан кейінгі тағы бір сұрақ бар екен. Ол да бір өте ауқымды сұрақтардың бірі деп ойлаймыз. Қазіргі кезде ондай екі түрлі пікірде жүрген бауырлар бар. Дұға жасағаннан кейін бетті сипау дұрыс па? Кейбір адамдар мұның шариғатта жоқ екен айтып қарсы шығуда. Осын ара жігін ажыратып берсеңіздер деген сауал екен. Иншалла бұл сауалдың жауабын келесі видеодан тыңдай аласыздар. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын, Алланың амандығында болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.